Ала жаздай Алматы қаласының Қытай елшілігі алдында Шыңжыңда қамалған туыстарына бостандық талап етіп жүрген бір топ қандастарымыз наразылықтарын Нұр-Сұлтан қаласында жалғастыруда. Қандастарымыздың бар талабы Шыңжыңда қамалған немесе із-түзсіз жоғалған бауырларын қайтаруын сұрап, зар жылап жүргендердің ішінде 80-ді алқымдаған аналардың көз жасы жан түршіктірді. Осымен 400 болады. Баламды көрсетем екен деймін. 2018 4-ші айда ұстап, 6-ші айда 15 жылға соттап етті деді бұны. Сотталды ма, сотталмады ма білмейміз. Содан бері қамақта отыр бұл бала, түрмеде. Қытайда. Екінші бауырымның жаңғыз баласы. 2018-де бүтін бауырымды лагерге қамаған әпкемнің қызылдары бәрі арызданып 2018 12 айдың 25-і арызданудың күшінде шыққанымен бәрі үйғамақта отыр. Паспорты берілмейді, Қазақстанға шығуға шектеу қойып отыр. Сол үшін менің бауырымның баласы Айболат азаматты түрмеден босатып, отбасына жіберіп, өз отаны Қазақстанға жіберіп беруін талап қып келем Қытайдан. Осыған біздің президентіміз, бұрынғы президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлынан, қазіргі президентіміз Тоқаев мырзадан, Сыртқы істер министрлігінен, Нұр Отаннан, бүтін дүние жүзіндегі бізге көмектесетін атқамінер азаматтардан, біздің Қазақстан отанымыздағы бүтін беделді адаматтардан, депутаттардан көмек сұрап келеміз. Бізге көмектесіңіздер. Қытайда бауырларымыздың жағдайы мүшкіл қалды. Қытай елшісі Жаңшау, Қытайда емін-еркін қазақтар өмір сүріп жатыр. Елшіліктің алдында тұрған аналардың бәрі әртіс деген. Мақұр, емін-еркін өмір сүріп жатса, біз бауырларымызбен неге барып келістік қыла алмаймыз? Неге қалам қатынас қыла алмаймыз? Неге хабарласа алмаймыз? Бұл баланы кішкентай кезінде 13 жасында 2 ай намаз үйренгендігі үшін 10 неше жылдан кейін құлзап, осымен бір мұнша бала бір ауылда молданы ұстап, қинап, молданы 25 жылға соттап өтті. Бірге ұстаған балалар 15 жылдан жоғары соттап өтті. Соттап өтті деген дақпыр, бірақ сотталды ма, сотталмады ма білмейміз. Хабар жоқ. Бауырымның жаңғыз баласы осыларды түрмеден босатып, жазықсыз жандарды отбасын оралтып, Қазақстанға келе алғанын жіберіп, келе алмаған қай мемлекетте болса тыныш өмір сүруін біз сұраймыз. Бізге көмектесуін сұраймыз біздің президентіміздің, Сыртқы істер министрлігінің. Және Америка, Еуропадан, Біріккен ұлттар ұйымынан, азаматтық адам құқық қорғау органынан да көмек сұраймыз. Біз мінеки 4 жылдан бері арызданып келеміз. Алматыда Қытай елшілігінің алдына шыққалы жарты жыл болды. Өз жерде күні түнімен жаттық 27 күн. Одан нәтиже болмағынан кейін Астанада Қытай елшілігінің алдына келіп, мына Жаңшаудың өзінен сұрап тұрмыз. Бұлар түрмеде дейсің, кінәсімен жатыр дейсің, намаз оқығанда кінә ма? Қазақстанға барған келгенде кінә ма? WhatsApp қолданғанда кінә ма? Қазақстанның бір әртісіменен, әншісіменен суретке түскенде кінә ма? Жұма қабыл болсын деп біреуге жолдағанда кінә ма? Соның бәрі жазықты ма? Жаңшау бізге шығып жауап берсін. Қазақ мемлекетін президентімізді алдамасын. Қазақтың төрінде ойраңдап жүріп, мен 2 баламмен тірі жетім болып, 2 ұлым әкесін көрмегені 4 жыл болды. Мен міне тірі жесір болып жүргені 4 жыл болды. Бір семьяны бағу мен сияқты әйел адамға қатты қиын болды. Сол үшін Қытайдың алдына келіп, мен жолдасымды сұрауға мәжбүр болып отырмын. Қытай елшілігіне келіп, өзіміздің туысымызды босатуды талап етуге келдік. Мынау Асқар Азатбек, Қазақстан Республикасының азаматы. Қазақстан территориясында барымталанып, 2017 жылы 7 декабрьде Қытайға алып кіріп кетіп, Қытай билігі 20 жылға соттап отыр. Қазақстан азаматымын. Туған ағам Бірлесбек Ермекбайұлы. Қытай өкіметі арнайы курсыда оқытқан, диплом берген имам. Қытай өзі имам болуға заңды түрде тағайындаған. Солай бола тұра ағамды мінеки 12 жылға соттап, қазір Күйтің деген қалада түрмеде деп естідім. Ағамның адресі Іле облысы Қорғас ауданы 60 жүзден орман шаруашылығының тұрғыны. Ағам Бірлесбек жазықсыз. Ағам имам болған үшін, қазақ болған үшін жауыз Қытайдың түрмесінде жатыр ағам. Арқаның күзгі салқынына далада шарасыз тұрған аналардың жан айқайына бейжай қарай алмаған тіркелмеген ел тірегі партиясының төрағасы Нұржан Әлтаев бір топ белсенділер мен олардың уәждерін тыңдап, қолдау білдіретіндігін жеткізді. Біздің ұлттық мүддені қорғау кеңесінің мүшелері осында сіздермен біріншіден амандасып, сіздердің осы жағдайларыңызды біліп, қандай біз жақтан көмек керек,
Мен ойлап отырмын, бізде қазір мына ел тірегі партиясының атынан біздің президентке жаңа хат жазамыз қазір. Осы мәселелердің бәрін жаңа сіздермен талқылап, президент Тоқаевтың атына сіздерді қолдауға әрқашанда дайынбыз. Қандастар мұңын айтып, аналар көз жастарын көл етіп тұрғанда, полиция қызметкерлері мен әкімдік өкілдері келіп, шараның заңсыз екендігін, тарамайтын болсаңыздар, шара қолданамыз деп секем салғысы келді. Дегенмен, бауырлары үшін жан пида деп қамыққандар табандылық танытып түнгі 1-ге дейін елшілік алдынан тараспаған. Белсенділердің айтуынша, олар сәрсенбі күні кешке қарай талап тілектерін хатқа түсіріп, сыртқы істер министрлігіне тапсырған еді. Министрлік өкілдері мәселені қарастырамыз деп қайтарып жіберіпті. Сәуір айында Қытайдың Қазақстандағы елшісі Шыңжыңда қамалғандардың Қытай азаматы екенін және олардың Қытай заңын бұзғанын айтқан. Қазақстан сыртқы істер министрлігі өзге елдің ішкі ісіне араласа алмайтындығын алға тартып келеді. Халықтың мұң-мұқтажын биліктің бетіне басып айтудан тайынбайтын Әлтаев Қазақстан Республикасының халқы ат төбеліндей азақ. Сондықтан қандастарымызды әлемнің қай шетінде жүрсе де қорғап алуымыз керек деп ашық айтты. Әрбір қазақ қай жерде болмасын, ол біздің азамат па, азамат емес па, осы Қазақстанның қорғауында болу керек. Бұл мәселе әр қазақ менің жалғызым деп жанын шүберекке түйген қалың елді бейжай қалдырмайтыны белгілі. Тәуелсіз еліміз, отанымыз деп пана сұрап отырған қандастарымызға мемлекетіміз қалай қорған болары уақыт еншісінде.